Қайырлы күн достар, сіздермен Аяржан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ пахлава жасайтын боламыз. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Алдымен електен өткізілген ұнымызға ерітілген сары майонезді саламыз. Ұнымызбен жақсылап араластырып, қаймағымызды қосамыз. Жұмыртқа, бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Ағы мен сарысына ажыратып аламыз. Қамырымызға 2 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Бір сарысын бетіне жағуға алып қаламыз. 1 чайный қасық разрыхлителімізді салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Жаңғағымыздың бүтін бөлігін бетін әсемдеуге алып қаламыз. Қалған бөлігін блендердің көмегімен майдалап аламыз. 3 жұмыртқаның ағына шекерімізді салып, жақсылап ерітіп аламыз. Ақ көбік болып ерігенше миксердің көмегімен араластырамыз. Блендерден өткізілген жаңғағымызбен шекерімізді араластырып қоямыз. Ол пахлавамыздың арасына жағуға. Қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікке бөлсек те болады. Мен 3 бөлікке бөлдім. 2 үлкен бөлігін кукурузный крахмалдың көмегімен жайсақ болады. Егер кукурузный крахмал болмаса, қамырдың өзін жаюға болады. Жұмсақ қамыр болғандықтан ол жабыспайды. 4 бұрышты етіп жайып, пергамент салынған формамызға қамырымызды саламыз. Ортаңғы бөлігін жаямыз. Жаңағы дайындалған жаңғағымызды біркелкі етіп жағамыз арасына. Ортаңғы қамырымызды саламыз. Негізі көп жағдайда ортаңғы қамырды пісіріп алып, бөлек пісіріп алып жатады. Біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан ортасына сала беруіңізге болады. Міндетті түрде пісіп шығады. Екінші бөлігімізге жаңғағымызды салып, үстіңгі бөліктің қамырын жаямыз. Осы кезде пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Шет-шетін біріктіреміз қамырымыздың. Дайын болған қамырымызды пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп қоямыз. Себебі піскеннен кейін бөлінбей қалмас үшін қатты баспаймыз. Бөліктің белгілерін қойып, жұмыртқаның сарысын бетіне жақсылап жағамыз. Әсемдік үшін қалған бүтін жаңғағымызды әдемілеп қойып шығамыз. Дайын болған пахлавамызды 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Пешіңізге байланысты. Мен 180 градуста 45 минут пісірдім. Енді сиробын дайындаймыз. Сиробына суымызға әселімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Әселдің орнына шекер қолдансаңыздар да болады. $30 минуттан кейін пахлавамызды пышақтың көмегімен
бөліктерге жақсылап бөліп аламыз. Тағы бір 15-10 минут пісіріп аламыз. Қызарған пахлавамызға сиробымызды аз-аздан құйып шығамыз. Себебі бірден құйсақ ыстық пахлавамыз бір-біріне жабысып қалады. Міне өте керемет пахлавамыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға.